100 мың теңге өтемақы алу үшін арыс тұрғындарына банк карталары таратылып жатыр. Оның ішінде әзірге ақша жоқ. Өтемақы сол карталарға 12 тамыздан бастап түсе бастайды. Ал қалада құрылыс қайнап жатыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қайырбек Өскенбаев бастаған жұмыс тобы өткен айдан бері Арыста жүргені белгілі. Гүлжазира Ғалиқызы тарқатады. Бүгінде Арыстағы әрбір сектордың басты кеңсесінің алды осылай ығы-жығы халық. Бәрі 100 мың теңгені беруге арналған банк картасын алуға асық. Өтемақыны алудың басты құралы болған соң жұрт тапжылмай күтуге бар. Абай Молдабековтың отбасында 5 жан бар. Бүгін олар тайлы тұяғымен қалмай 6-шы сектордың штабына келді. Үйінің 5 адамына 500 мың теңгелі тұр. Етек жеңіміз жиылып, еңсеміз көтеріліп қалатын болды дейді. Өтемақы 100 мың теңгенің карточкасын алып, ырза болып баратырмыз. Рахмет өкіметімізге, мынау халыққа рахмет айтам. Осындай жағдайға шыдап, бұл енді Алладан келген бір шығындар болып жатыр, оның бәрі орындалып жатыр. Ешкімге қапа емеспіз, жай бітіп жатыр. Ырзамын. Арыстағы ағайынға бір айда 33 мың банк картасы әзірленген. Бұл тарихта болмаған жағдай дейді атқарушы билік. Айта кету керек, өтемақыны тек тіркелген тұрғындар алады. Ал сол күні қонаққа, іс-сапарға келгендер есепке алынбайды. Кейбір үйлердің есепке кірмей қалған кішкентай тұрғындары мектептер арқылы анықталып, тіркеуге алынып жатыр. Ал сот шешіммен есеп шотына бұғау салынғандарға әкімдіктегілер басқа жол көрсетіп отыр. Ұлттық банктың базасы бар. Ұлттық банк базасы салса, 188 адамға, алатын адамдарға сот шешімі бар екен. Қандай банкіде қандай ақша болса да алысып кетсін. Ол жағы салыққа бері жағы бар, кредиттерге бері жақ бар. Біз оны қазір олар ада кісілерді шақырып айттық тұрғындарға. Сіз енді қазір шешіңіз, кім кәмелетке толған туысқандарыңыз бар, соған аударыңыз, соң шотына аударып береміз деп. Ана бір тиын бас жақ кетіп қалмасын деп жатырмыз. Әр тиын халыққа тиын. Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі бір айдан бері Арыстан аттап шыққан жоқ. Күні-түні құрылыс басында әр сектордың жұмысын жіті қадағалап жүр. Айтуынша осы аптада Қарағанды, Жамбыл, Ақмола облыстары өздеріне тиесілі секторлардағы жұмыстарын аяқтап қалуы мүмкін. Қалған секторлар тамыздың 20-сына дейін тәмамдауы тиіс. Бір ай бұрын осы кіші шағын аудан бір сау үй қалмап еді. Бүгін енді көз толатындай толық жөндеу жұмыстары жасалды деп санауы болады. Қазір осы тақауда ғана басталған үйлер осы бір 10-15 күн ішінде толықтай бітеді деп санаймын. Халық айтарым, Арыстың тұрғындарына көп шыдадыңыздар ғой. Енді кішіне шыдаңыздар. Осы жерден түгел жұмысты бітпей ешкім ешқайда кетпейді. Сол себептен түгел жұмыстарыңызды бітіріп береміз. Бүгінде жарылыстан зақым келген 6636 жеке үйдің, 68 көп пәтерлі үйдің 90% жөнделді. Үй иелерінің табылмауынан және кейбірінің келіспеуінің кесірінен 121 үйді жөндеу кейінге қалдырылған. Ал жаңадан салынып жатқан 421 үйдің құрылысы қыркүйекке дейін бітеді. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.